Мына қарапайым кеңесті өткізіп бармаңыздар. Яғни кімде ұйқысыздық немесе депрессиялық көріністер болса, осы видеоны жіберіп қойсаңыздар болады, немесе соңына дейін көріңіз. Доктор Ясин парақшасына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, өйткені сіздермен әлі талай осындай пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Яғни құрметті достар, кімде депрессия болады, бұл уже серотонин гормонының жетіспеушілігі. Кімде ұйқысыздық, бұл мелатонин деген гормондардың жетіспеушілігін білдіреді. Енді бұлар не үшін жетіспеуі мүмкін? Не үшін бұл гормондар бұзылуы мүмкін? Это все нарушение образа жизни. Семейный проблема, ақша жетіспеушілік, кредит, жұмыстағы проблемалар, бала-шаға, анау-мынау айта берсең сөз көп. Осы проблемалар, стресстер бәрі тікелей осы гормондарға связанный роль ойнап, осындай бұзылып кетуі әбден мүмкін. Енді бұланы қалпына келтіру үшін негізі протокол бойынша антидепрессанттар қолдану керек. Өкінішке орай, бірақ көп жандар оған үйреніп қалам, немесе оны дәрігердің назначениесімен қабылдау керек деген әртүрлі сөздер өте көп айта берсең. Бірақ біліп қойыңыз, кейбір моменттерде антидепрессант, яғни сізге көмектесуі әбден мүмкін. Енді мен сізге қазір прямой антидепрессант емес, арнайы бір қарапайым бір элементпен бөліскім келіп отыр. Бұндай жағдайға жақсы көмектесетін, гормондарды восстановить ететін, ұйқыңызды, депрессияларын қалпына келтіретін бұл триптофан. Это не реклама, құрметті достар. Обычный қарапайым кеңес үй жағдайында. Арзан, жеңіл форматта кез келген аптектерден табуға возможностьтарыңыз бар. Триптофан это аминоқышқыл. Бірақ өкінішке орай аминоқышқыл біздің организмде ол бөлінбейді. Сол үшін біз мәжбүрміз сырттан алып кіруге. Егер сіздер осы аминоқышқылды постоянно қолданып отыратын болсаңыздар, сізде жоғарыда айтылған проблемалар төмендеуі әбден мүмкін. Ендеше құрметті достар, осы видеолар сіздерге қызық болатын болса, тағы да пайдалы ақпараттар қажет болатын болса, доктор Ясин парақшасына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.